Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер ме? Ұлттық арнада жаңалықтар. Ақпараттармен таныстыратын Ернік Бурахан. Және Жайнагүл Төлемісова. Апта басындағы ақпараттардың маңызды дегендер мыналар. Күре жол экономиканың күре тамыры. Қазақ үкіметі жол салу қарқынын бәсеңдетпек емес. Атқа міндің, ажалға міндің. Иранда 77 адам ұшақ апатынан опат болды. Оралда балабақша өртенді, әйтеуір балалар дін аман. Қытымыр-қыз мал баққан шаруаға да оңай тиіп тұрған жоқ. Қарағанды малшыларына қар емес, мұз мұң болып отыр. Биыл қауіпсіздік кеңесінің жанындағы сарапшы кеңес негізінен аймақаралық қауіпсіздік, су мәселелерімен құқықтық жүйені дамыту бағытында қызмет атқармақ. Бұл туралы бүгін қауіпсіздік кеңесінің хатшысы, мемлекет басшысының көмекшісі Марат Тәжиннің төрағалығымен Алматыда өткен сарапшы кеңестің кезекті мәжілісінде мәлім болды. Осы отырыста сарапшы кеңестің былтырғы жұмыстары қорытындыланып, биылға жоспар жасалды. Биыл еліміз жол салуға жіті көңіл бөлгелі отыр. Бұған қазынадан 262 миллиард теңгеден артық қаржы қарастырылған. Көлік және коммуникация министрлігінде өткен алқа мәжілісінде сала басшысы Әбілғазы Құсайынов осылай деп мәлімдеді. Жыл соңына дейін ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай үкімет Батыс Қытай, Батыс Еуропа көлік дәлізінің 1000 шақырымын Жетіген Қорғас және Өзен Түркімен мемлекеттік шекарасы темір жол желілерін тапсыруды көздеп отыр. Алқа мәжілісінен Нұргүл Ахметова. Соңғы 10 жыл көлік саласы үшін өркендеу кезеңі болды. Осы аралықта көлік инфрақұрылымын дамыту үшін мемлекет қазынасынан 1,4 триллион теңге бөлінді. Былтыр басталған Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік дәлізінің құрылысы осы саладағы салымды жобаның бірі. Жол құрылысымен айналысатын жаңа кәсіпорындар ашылып, 34 мыңнан артық қазақстандық жұмыспен қамтылды. Жыл соңына дейін күре жолдың 1000 шақырым тапсыру жоспарда бар. Бұдан өзге былтыр республикалық маңызы бар автожолдар да бастан аяқ жөнделді. 380 шақырым жол пайдалануға беріліп, 794 шақырымға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жол картасы бағдарламасы қоса алғанда, жергілікті маңызы бар автожолдың 3,5 шақырымнан астам жолдар жөнделіп, 6%-ға жақсарды. Ал темір жол бойынша биыл 100-ден астам шағын станцияларға вокзалдар салынбақ. 2015 жылға дейін отандық зауыттардың арқасында локомотивтер мен вагондар тұтастай жаңартылады. Үстіміздегі жылға бекітілген жоспар бойынша темір жол саласында Жетіген Қорғас, Өзен Түркменстан мемлекеттік шекарасы желілері бойынша темір жол құрылысын аяқтауымыз керек. Сонымен қатар Тұлпар Тальго жолаушылары вагонын шығаратын зауытты да пайдалануға береміз. Өзге көлік салаларына қарағанда азаматтық авиация үшін 2010 жыл оңайға соқпады. Еурокомиссияның ұшу қауіпсіздігі талаптары бойынша 208 әуе кемесі жарамсыз деп танылды. Әупірімдеп жүріп жыл соңына таман 9 кәсіпорын бұл қара тізімнен құтылды десе де, мақтаулы деген Эйр Астана әуе компаниясының қызметіне халықтың өкпесі қара қазандай. Бүгін алқа мәжілісінде әуе компаниясы тағы да депутаттардың сынына ілікті. Әуе компаниясының ұшақтары мерзімінен кешігіп ұшады. Компания қызметкерлерінен оның себебін анықтап, ақпарат алу әсте мүмкін емес. Қызмет көрсету деңгейі төмен. Мұндай жауапсыздық қашан тыйылады? Өз кезегінде Эйр Астана кәсіпорнының президенті Питер Фостер бар кінәні ауа райының қолайсыздығына аудара салды. Әйтпесе әуе компаниясы ұшақтан да білікті қызметкерден де таршылық көріп отырған жоқ көрінеді. Десе де Эйр Астана басшылығы олқылықтарды жоямыз деп ақталып құтылды. Ал сәуір айына таман көлік және коммуникация министрлігі еуро талапқа сай келмейтін тағы бірнеше әуе компаниясын қара тізімнен шығарып алуды ойластырып отыр. Нұргүл Ахметова, Жаңабай Ахметов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өткен жылы елімізде ғаламтор желісін пайдаланушылардың саны 4 миллион 300 мың адамға дейін артты. Ұялы телефонмен сөйлесудің құны арзандады, 3G байланыс іске қосылды. Ал ең бастысы бүлдіршіндерге төл тілімізде тәлім беретін балапан телеарнасы қанат қақты. Бұл байланыс және ақпарат министрлігі қолға алған істердің бір парасы ғана. Жалпы министрлік үшін өткен жыл табысты болды. Мәселен, ақпараттық коммуникациялық технологиялардың ішкі жалпы өнімдегі үлесі 3,7% құрап отыр. Бұл туралы бүгін ведомствоның алқа мәжілісінде де айтылды. Жиында былтырғы жұмыс сараланып, алды атқарылар іс пысықталды. Өткен жылы еліміздегі интернет қолданушылардың саны артып 4 миллион 300 мың адамға жетті. Қазір қала халқының 41% ғаламторды пайдаланады. Ал ауылды жерде әзірше интернет кең таралмай отыр. Бұл мәселемен қазір министрлік қызу айналысып жатыр. Ауылға кең жолақты интернетті апару үшін биыл ішкі істер министрлігі өз жиілігінің біразын босатып беруі тиіс. Осылайша 2012 жылға дейін ауыл аймақ интернетке толықтай қол жеткізеді. Елімізде интернеттің дамуының арқасында электронды үкімет қызметте жанданып келеді.
Қазір халық мемлекеттік қызметтің 74 түрін интернет арқылы тұтынады. Былтыр елімізде 1 миллион 600 мың электронды анықтама берілді. Қазір 4 облыста жүзеге асқан электронды әкімшілік жобасын одан әрі дамытып, олардың санын 10-ға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни электронды үкіметпен бірге электронды әкімшілікте халыққа интернет арқылы түрлі қызмет көрсететін болады. Біз сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысын жетілдіреміз. Қазір осы орталықтың қызметін пайдалану үшін көптеген анықтама өткізу қажет. Енді олардың санын қысқартып, қағазбастылықты жоямыз. Ұялы байланыста қарқынды дамып жатқан сала. 2010 жылдың соңында елімізде 3G байланысы іске қосылды. Биылдан бастап 3G облыс орталықтарына жетсе, одан ары біртіндеп аудан ауылдарға тарайды. Өткен жылы министрлік желі ішіндегі және халықаралық қоңырауларды әжептәуір арзандатуға қол жеткізді. Бұл жұмыс әлі жалғасады. Министрлік байланыспен қатар ақпарат саласына да жіті көңіл бөлуде. Қазір спутниктік цифрлы телеарнаның пилоттық жобасы іске асуда. 2015 жылы цифрлы телеарна тұтас ел аумағына тарайды. Өткен жылы бүлдіршіндерге арналған балапан арнасы ашылса, биылдан бастап Алаш баласының тек қана мәдениетті тамашалайтын таза қазақша телеарнасы мен радиосы болады. 2011 жылдың наурыз айында Қазақстан мен Хабар телеарналарының базасында мәдениет радиосы ашылады. Ал осы жылдың қыркүйегінде Қазақстан ұлттық телеарнасының негізінде таза қазақ тіліндегі мәдениет телеарнасы ашылады. Сонымен қатар білім, ақпарат және іскерлік арналарының тұжырымдамасын әзірлеп қойдық. Тиісті қаржы бөлінсе, 2012 жылға дейін іске асады. Біз сонымен бірге сапа жағында назарда ұстап отырмыз. Былтыр ойын-сауық бағдарламаларына мән бердік. Мәселен, пай-пай шоу мен спой бағдарламалары қазір жоғары рейтингке ие. Бұл жұмыстар жалғасып, қызықты хабарлар қалады. Рейтингісі төмендері жабылады. Осылайша қазақ елінде белгілі бір аудиторияға бағытталған салалық телеарналар қалыптасып келеді. Қазақ тілінде қанша телеарна ашылса да көптік етпейді. Алқан мәжілісіне қатысқан премьер-министр қазақ тілін дамыту үшін тәулік бойы тек қазақша сөйлейтін телеарна ашу керек деді. Үкімет басшысы тұтастай алғанда министрліктің жұмысын оң бағалады. Жиынның соңында Кәрім Мәсімов министрлікпен арадағы меморандумға қол қойды. Бұл құжатта әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену жөніндегі президент тапсырмасын орындау үшін министрліктің қандай көрсеткішке қол жеткізу керек жазылған. Нұртас Солтанұлы, Дәурен Зарипов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Атырау әуежайының ұжымы елбасының өкілеттілігін ұзарту туралы референдумды құп көреді. Әуе компаниясында 250-ге жуық адам еңбек етеді, дені Нұр Отан партиясының мүшелері. Атырау көмірсутек шикізатын мол өндіретін аймақ болғандықтан өңірге іс тәжірибе бөлісу үшін шетелдік компаниялардың өкілдері жиі келеді. Ал халықаралық әуежай жолаушылардың бәріне заман талабына лайықты қызмет көрсетіп келеді. Акционерлік қоғамның дамуына, өркендеп өсуіне ерекше қолдау көрсеткен елбасының өкілеттілігін 2020 жылғы 6 желтоқсанға дейін ұзарту жөніндегі референдумды бірауыздан қолдауға шақырамын. Референдумға металлургтар мен кеншілер де жақ. Теміртаудағы металлургиялық комбинаттың ұжымы бастамашыл топты қолдап, қол жинап жатыр. Шахтинск өңіріндегі 4 кеніште 7 мыңнан аса кенші бар. Олардың тең жартысы референдумды қолдап отыр. Кеншілер ең бастысы жұмыстарының бір қалыптылығы, еңбек ақыларының уақытылы берілуі және кеншілер қалаларының хал ахуалының жақсылығын алға тартады. Столько лет он уже доказал. Біз еңбек ақымызды уақытылы алып отырмыз. Әрине бұл өте жақсы. Бұл жерде жұмыс жасап, ешқайда барудың қажеті жоқ. Ал металлургтер Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі жеткен жетістігін тікелей елбасының еңбегімен байланыстырады. Сондықтан комбинатта еңбек ететін 18 мың металлургтың барлығы елбасын қолдайды. Тұңғыш президент өкілеттілігін ұзартуға бірауыздан қол жинады. Олардың пікірінше елге елеулі тұлға керек. 19-ның ішінде барлық жақсылық, біздің экономиканың түзелуі, табыстары, басқа жағдайда болсын, бәр табысы біздің президенттің атымен байланысты. Сондықтан біз осы өкілеттілігін ұзартуға қолдап отырмыз. Біз елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты өкілеттігін ұзарту 2020 жылға дейінгі референдумды барша халық елмен бірге қолдаймыз. Өйткені елбасымыз біздің осы Теміртау металлург зауытында өз жұмыс шағын жас кезін бастаған. Біз оған сенеміз. Қайсар мамандық иелерінің айтуынша, елбасы тас қопарып, отпен алысқан жандардың түйткіл мәселелерін шешуге әрқашан дайын.
Райхан Сайранбекқызы, Абдулла Исаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Қарағанды облысынан. Биыл қазақтың азат атанып көк байрағы көкке көтере желбірегеніне 20 жыл. Осыған орай бүгін Нұр Отан партиясы ұйытқы болып, тәуелсіздік жетістіктері деп айдар таққан жалпы республикалық шара басталды. Акциясында еліміздің әр өңірінде түрлі шаралар ұйымдастырылып, оған 5 миллион адам қатыспақ. Бүгін Қостанайда электронды көрме ашылды. Шымкентте ақын жазушылар бас қосып, тәуелсіздік төңірегінде ой толғады. Альбина Әшімқызы тарқатады. Қостанайда тәуелсіздік жетістіктері акциясы электронды көрме ашудан басталды. Нұр Отан партиясының жетекші мамандары белсенді жастарды көрменің жұмыс тәртібімен таныстырды. Мұражай жәдігерлер мен фото, бейнематериалдар сандық жүйеге ауыстырылып, тарихи мәдени мұрамен енді ғаламтор арқылы да танысу мүмкіндігі туып отыр. Сондай-ақ облыстың әр тұрғыны өз тұратын аймақтың немесе жеке басының жетістігі туралы сайтқа ақпарат жібере алады. Ыңғайлы біріншіден. Ол үйден қарауға да болады. Үйде отырып, кімде интернет бар, сол интернет арқылы мұражайды қарауға болады. Ал Шымкентте тәуелсіздік таңы әдебиетке қандай туындылар, қандай өзгерістер әкелгені талқыланды. Басқосуда ақын жазушылар өз шығармаларымен таныстырып қана қоймай, 2 жылдықты кезең-кезеңге бөліп, ел тарихында болған оқиғалардың ашысында, тұшысында тілге тиек етті. Тәуелсіздікті жырлап жатырмыз жан-жақты. Құрғақ ұранменен, құрғақ әңгімемен емес, кішкене тереңден кірсек, адамдар арқылы, адамдардың тағдыры арқылы болып атқан жаңалықтар мен өзгерістерді тереңірек сезіну жағын көбірек көрсетсек деген мақсаттамыз. Нұр Отан партиясы тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған акцияны жыл бойы жалғастыра бермек. Жалпы халықтық шаралардың саны 7 мыңнан асып, оған 5 миллион адам қатысады деп күтілуде. Халықтың барлық әлеуметтік топтарын қамтитын, жастар мен қарттарды, бизнес қоғамдастық пен үкіметтік емес секторды, ғылыми және шығармашылық зиялы қауымдастықтың өкілдерін, және де облыс, аудан орталықтарында, қала мен ауылдық мекендерде аталмыш шаралар ұйымдастырылады. Осылайша тәуелсіз Қазақстанның 20 жыл ішіндегі әлеуметтік экономикалық және саяси бастамаларының қорытындысы шығарылмақ. Альбина Әшімқызы, Дәуренбек Әбдібек, Ғани Қалмаханов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қысқы Азияда қыр астында құрлықтың сайыпқыран спортшылары бәстігетін азиялық аламан 2 аптадан соң жалау желбіретеді. Дүбірлі дода қарсаңындағы Алматының бүгінде ерекше реңі кіріп түрленген, қарасаң көз тоймайтын спорттық нысандар ақпанның айшықты оқиғасының нышандары. Медеу мұз айдыны, балуан шолақ сарайы мен шаңғы трамплин кешені, бұлардың барлығы да күн ертеңгі Азияда алауын қарсы алуға дайын тұр. Тілшіміз Әуесбайдың қанаты спорттық ойындардың болатысын сабақтайды. Азиялық ойындар құрлықтық бәсекенің төресі, дүбірлі доданың куәгері болатын Алматы мен Астананың асыға алшысынан түсіп тұр бүгінде. Өйткені Азияда алауының желбірегені қазақ елінің асқақ беделі. Айналдырған 6 жыл ішінде барлық спорттық нысандар дер уақытында аяқталды. Іле-Алатау етегіндегі шаңғы трамплиндер кешені алыстан мен мұндалап көз тартады. Солдатсайдағы шаңғы биатлон стадионы да сүйсінтеді. Шырайы кірген Шымбұлақ пен Медеу мұз айдыны, қайта түрленген балуан шолақ атындағы спорт сарайы да көз айымға айналды. Қазір дайындық бізде уже практически 100%. Осы жерде өтетін жарыстар, хоккей, шайбы хоккей әйелдің арасында біз оған уже дайынбыз. Мұз бар, бәрі дайын. Қазір тек қана соланы бізде дайындалып жатқан церемония закрытия дейді. Азияда тарихында тұңғыш рет Олимпиада алауының эстафетасы өтпек. Бүрсігіні таңғы сағат 9-да Эль-Кувейт қаласынан арнайы рейспен Азияда факелі елімізге төрлетеді. Алау Алматыда бір тәулікте болады. Бұдан соң эстафета бүкіл еліміз бойынша жүріп өтеді. Сөйтіп 30 қаңтарда ол Астанаға жетіп, Астана арена стадионында лаулап жанады. Әлемнің спорттық әлеуметі Азиаданы тағатсыздана тосып отыр қазір. Аса мәртебелі бәсеке еліміздегі қыстық ойындардың дамуына да игі әсерін тигізбек. Ең бастысы, қазақ елі спорттық алпауыт атануға тағы бір маңызды қадам жасамақ. Әуесбайдың қанаты, Жаңбырбайдың ержаны, ұлттық арна. Ұлттық арна жаңалықтары тікелей эфирде. Әлемнен ақпар. ақш-тың қорғаныс министрінің Пекинге сапары жалғасуда. Бұл Пентагон басшысының соңғы 10 жылда Қытайға алғаш баруы. Сапар барысында ол қытайлық әріптесімен кездесті. Роберт Гейтс келіссөздердің негізгі тақырыбы ортақ мүддеге негізделген ынтымақтастық дейді.
Тараптар өткен жылы үзіліп қалған әскери байланысты қайта жандандырмақ. 2010 жылы Вашингтон Тайванға $6,5 миллиард қару-жарағын сатқандығын жариялады.